Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен осындай пеште дайындалатын пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Мен ортасына картоп қостым. Жылы суға 2 қасық ашытқа саламыз, 1 ас қасық тұз қосамыз, және де 2 ас қасық қант қосамын. Сонымен қатар 2 ас қасық сұйық май қосып, оны жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, ұнымызды саламыз. Ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Жақсылап илеп, қамыр дайын. Осындай жұмсақ болу керек. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге қоямыз 30-40 минутқа. Қамыр көтерілгенше салмамызды дайындаймыз. Мен ортасына картоп қосатын болғандықтан, оны пісіріп аламыз, және де сүт құйып, пюре дайындаймыз. Қамырымыз да дайын болды. Осы дайын болған қамырымызды бөлшектеп бөліп, оны өзіңіздің қалауыңызша форма жасап, салмаңызды салып, пирожкиіңізді жасасаңыз болады. Менде 15-16 дана шықты. Осы дайын болған пирожкиімізді пеш табасына салып, және де бір жұмыртқаны жақсылап езіп алып, пирожкиіміздің үстіне осылай әрлеп жағып шығамыз. Жақсылап барлығына толық жағып, пешімізге саламыз. 180 градуста жарты сағатқа қоямыз. Мінекей, пирожкиіміз дайын болды. Өте дәмді әрі жақсы болып көтерілді.